Баршаға қайырлы күн. Бүгін бізде ені 12 метр, ұзындығы 17-20 метр болатын үйдің жобасына толық шолу обзор жасайтын боламыз. Біріншіден, бұл үй кімдерге арналған? Бұл үй әрине үлкен, көп балалы, үлкен отбасыға арналған. Өйткені бұл жерде бізде 3 жатын бөлме, бір зал, үлкен холл, үлкен кухня және 2 санузел, котельный бәрі жеке-жеке қарастырылған. Екіншіден, бұл проект қандай жерге, қандай учаскеге арналған, қандай жерге тура келеді? Бұл проект жіңішке учаскелерге тура келеді. Әдейі сол жіңішке учаскелерге арнап сызылды. Таныстырып өтетін болсам, бізде кіреберісте бірінші кішкене крыльцодан басталады. Өйткені мына лестницаға қар жаңбыр түспеу керек. Ары қарай бізде кіреберіс жеріміз прихожка, одан ары қарай сол жақта бөлек ванна, мына жерде бізде туалет, унитаз, стиральная машина, ал топканың есігі сырттан жасалды. Және одан ары қарай оң жақта бізде кухня кең. Бұл кухняның размері іші 5×4, 20 квадрат. Одан ары қарай кладовкамыз. Кладовкамыз ұзындығы 4 метр, ені 1/80. Одан ары қарай бізде сразу бірден залға кіреміз. Ол залдың размері ұзындығы 7 метр, ені 4 метр болады. Квадратурасы 28 квадрат. Одан ары қарай холлдың да размері залмен бірдей, ұзындығы 7, ені 4 метр. Одан ары қарай бізде арка, содан соң коридор, спальный зонамыз. Коридордың ені 1/40. Одан ары қарай екі жақта бізде мынау детский мен спальныйдың размері бірдей, ені 3,5 метр, ұзындығы 5 метрден. Ал мынау ортадағы детскийіміз ені 3/80, ұзындығы 4/40. Бұл жерде мынау спальный детскийдің арты үйден шығын кетіп жасалды. Мына жерде 1 метр шығып тұр. Өйткені мына бізде детскийді үлкейту керек болды, және үйдің крышасын, шатырды жапқан кезде ерекшелік болу үшін осындай етіп шығып тұрады. Терезелеріне келетін болсақ, терезелеріміз стандарт 1/60, 1/60 полдан стандарт 90 метр биіктікте орналасады. Мына тереземізде дәл сондай, ал мына тереземіз ені 2 метр, биіктігі әртүрлі. Полдан алсақ болады, немесе полдан 30-40 см биіктікте орналастыруға болады. Одан кейін бізде мына кішкентай терезелеріміз 60 см-лік ені, биіктіктері басқа терезелердің биіктігімен бірдей бір линияда болады. Яғни жіңішке ұзын терезе болады. Одан кейін бізде кухняның терезесі де ені 2 метр, биіктігі стандарт. Осы видеоның астында менің WhatsApp номерім және Instagram аккаунтым белгіленген. Instagramда өте көп проекттер бар, сол жерден жаңа проекттерді көрсеңіздер болады. Және басқа проекттерге обзор, толық шолу осы YouTube каналға салып отырамын. Жаңадан шығатын проекттерді жіберіп алмау үшін, жаңадан шығатын проекттерді өткізіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, лайк басып, және осы проект бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Барлық сұрақтарға жауап беремін. Инстаграмға проект Төлебай деп жазатын болсаңыздар, менің бірден 2 аккаунтым шығатын болады. Проект Төлебай және проект Төлебай KZ. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Комментарийге кез келген сұрақтарыңызды жаза берулеріңізге болады.